Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Ереке Аспас. Бүгін пісіретін тағамымыз қазақша палау. Ал бисмилля достар, бүгін қосатын қоспалар, ингредиенттер: ет, сиыр еті, пияз, сәбіз, чеснок, күріш. Ал достар, енді күрішімізді жуатын боламыз. Күрішті 3 қайтара жуып, салқын суға салып қойып, кішкене бір шай қасық тұз салып қоямыз. Бисмилля, енді қазанымызды астына от жағып, майымызды құятын боламыз. Енді етімізді салатын боламыз қызып тұрған майға. Енді еттің қуырылғанын күтеміз. Кішкене тұз саламыз. Тұз алған ет болса, тұз салмаймыз. Ал бисмилля достар, енді пиязымызды турайтын боламыз. Пиязымызды полукольца турайтын боламыз. Piyazımızı salатын боламыз. Piyazımızды жақсылап, сары болғанша қуырамыз. Ал бисмилля. Енді палаудың сәбізін турайтын боламыз. Сіздерге қазір ең оңай жолын көрсететін болам. Осылай сәбіздің қырынан турайтын боламыз, осындай пластинка қылып. Осылай жинап аламыз да соломка қылып тураймыз. Чеснок турайтын боламыз. Чеснокты майдалап тураймыз. Чесноктың барлығын турамаймыз. Екі тілімде қалдырып қоямыз. Оны күріштің өзіне батырып қоямыз. Күрішке өзінің дәмін беретін болады. Осылай майдалап турап қоямыз. Ал бисмилля, енді чесногымызды қосатын боламыз. Чеснокты осылай майдалап турап, қазір кішкене қуырамыз. Чеснок енді ерекше дәм беретін болады. Piyazımızды қосатын боламыз. Сәбізімізді қостық. Сәбізімізді кішкене қуырып, бір 5-10 минут сосын су құятын боламыз.
алдын ала суды қайнатып аламыз. Ал енді қайнаған суымызды құямыз. Сәбізімізді жұмсарғанша қайнатамыз. Қазір кішкене тұз саламыз. Сосын қара бұрыш салатын боламыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Көріп тұрғандай сәбіздеріміз пісті. Қатты езіп пісірудің қажеті жоқ. Енді тұзын көріп аламыз, сорпаны. Өздеріңіз ұнағандай тұз, бұрыш салып аласыздар. Енді бұрыш саламыз. Бұрышты өстіп жайып қоямыз. Сосын судың мөлшерін қараймыз. Күріштен максимально 1 сантиметр асу керек судың мөлшері. Бізде ондай көп аспай тұр, кішкене суға шүйреміз. Енді бір қайнағаннан кейін астын басып қоятын боламыз. Ал міне күрішіміздің суы тартылды. Енді бір кішкене күріштің өзін араластырып аламыз. Өйткені аралары піспей қалуы мүмкін. Араластырып аламыз. Сосын тау сияқты жинайтын боламыз. Сосын бағана алып қалған екі тіліміз чеснокты күрішке кіргізіп қоямыз. Сосын күрішімізді өстіп, домалақ тесіп қоямыз. Аралары пісу үшін. Сіздерге айтатын болам. Осылай кесіп қойғаннан кейін кесіп ішін қарайтын боламыз. Егер суымыз азайып қалса, кішкене қосамыз. Енді кішкене азайып қалған екен. Осылай тесіктеріне суды көп қосудың қажеті жоқ. Өз мөлшерінде қосатын боласыз. Енді үстін осындай үйде любой салафан пакетпен жауып қоямыз.
үшін, толық пісу үшін, ешқандай аласыртты кетпеу үшін. Араларын ашып қалдырмай. Осылай жай отта 10-15 минут қоятын боламыз. Ал достар, палауымыз дайын болды. Күрішіміз шашылып тұр. Астарыңыз дәмді болсын.